Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 workbook unit 3 and article about two museums тақырыбындағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 22, 22 бет. Бұл сабақты бастамас бұрын келесі сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса видеоға лайк басып, достармен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Now let's begin our lesson. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі мұражай туралы мақала деп аталады екен. Бізге екі мұражай туралы мақала берілген, және де сол мақала бойынша бірнеше тапсырманы орындаймыз. Exercise 1. Read the text, complete the sentence. Төмендегі берілген мәтінді оқы, және де сол мәтін бойынша мына берілген сөйлемдерді толықтыр дейді. Let's read and translate the text. The Pencil Museum. Қарандаш мұражайы. The Pencil Museum is in the quiet town of Keswick, 400 kilometers from London. Қарандаш мұражайы Keswick деп аталады, өте тыныш қалада орналасқан, Лондоннан 400 километр арақашықтықта. There are hundreds of different pencils here. Мұнда жүздеген әртүрлі қарандаштар таба аласыз. Some of the pencils are very old and the one is very big. It's 8 meters long. Яғни кейбір қарандаштар өте көне, және де бір қарандаш бар дейді, оның ұзындығы 8 метр. There is also information about art and it's a great place for art fans. Яғни бұл жерде сурет өнеріне байланысты сіздер сондай сурет өнеріне байланысты мәліметтер таба аласыздар. Бұл жер жаңағы арт өнеріне қызығатындар үшін өте керемет жер. It's a small museum, but it's very popular. There are 90,000 visitors every year. Яғни бұл өте кішкентай мұражай, бірақ өте танымал. Жылына бұл жерге 90 мыңдай келушілер келеді екен. There is a shop and a great cafe here, but there isn't a restaurant. Бұл жердің өзінде бір дүкені, және де бір керемет кафесі бар, бірақ бұл жерде ешқандай ресторан жоқ. Now, the British Museum, британдық музей. The British Museum is in Holborn, in noisy part of London. Британдық музей Лондонның ең шулы бөлігі Холборнда орналасқан. It's a very big and there are 8 million different objects in the museum. Бұл өте үлкен мұражай, және де бұл мұражайда әртүрлі 8 миллион әртүрлі жаңағы заттар бар. This famous old museum is also very popular. There are 5.8 million visitors every year. Яғни бұл өте көне жаңағы өте танымал мұражай. Ол жерде күніне 5,5, яғни 5,8 миллион жаңағы келушілер келеді екен. It's a fantastic place for children and families. Бұл таңғажайып жер балалар мен отбасыларға арналған. There are 4 shops, 2 big cafes and a good restaurant here. Мұнда сіз 4 дүкен, 2 үлкен кафе, және де бір өте жақсы ресторан таба аласыз. Енді осы мәтін бойынша төмендегі сөйлемдерді толықтыратын болсақ. Exercise 1. The Pencil Museum is in Keswick, and the British Museum is in Holborn in London. Exercise 2. Read the text again, choose the correct words. Яғни төмендегі берген сөйлемдерді мәтін бойынша дұрыс сөзбен толықтыруымыз қажет. Бізге таңдауға қарамен берілген 2 сөз берілген. Осының дұрысын таңдауымыз қажет. For example, the Pencil Museum is in a town. Қарындаш мұражайы қалашықта орналасқан. The first, the Pencil Museum is in quiet place. Қарындаш мұражайы өте тыныш жерде орналасқан. The second, the Pencil Museum is near London. Қарындаш мұражайы Лондонға жақын орналасқан. There is a big pencil in the Pencil Museum. Қарындаш мұражайында өте үлкен қарандаш бар.
There are 8 million objects in the British Museum. Британдық музейде 8 миллион және заттар бар. The fifth, there are 4 shops in the British Museum. Британдық музейде 4 дүкен бар, yes? Now it says 3, read the text again, write pencil museum or British Museum, яғни мәтінді қайтадан оқы дейді, мәтінді оқудың қажет жоқ деп ойлаймын. Яғни сіздер бұл жерде төмендегі берілген сөйлемдер қай музейге тән, қай музей туралы берген сөйлем, соны тауып, мына жерде егер де British Pencil Museum болса PM, British Museum болса BM деп жазуымыз қажет. For example, it isn't in London. Ол Лондонда орналаспаған, it's Pencil Museum. Yes, next. The first, it's very good for art fans. Яғни сурет өнерін жақсы көретіндер үшін бұл жақсы жер. It's PM, yes. Pencil Museum. The second, it's in a noisy place. Ол шулы жерде орналасқан, British Museum. The third, there is one very good cafe here. Яғни бұл жерде бір жақсы кафесі бар, Pencil Museum. The fourth, there are millions of visitors here. Яғни бұл жерде миллиондаған келушілер бар, British Museum. There is a nice restaurant here. Бұл жерде өте жақсы ресторан бар, British Museum. The fourth, answer the questions. Төмендегі берілген сөйлемдерге мәтін бойынша жауап беруіміз қажет. For example, is the Pencil Museum popular? Несі? Қарындаш мұражайы танымал ма? Yes, it is. Is the Pencil Museum big? Қарындаш мұражайы үлкен бе? No, it isn't. What information is there in the Pencil Museum? Яғни қарындаш мұражайынан қандай информация табуға болады? There is information about art. Next, the third, is the British Museum old? Британдық музей ескі ме, яғни көне ме? Yes, it is. The fourth, who is the British Museum good for? Британдық музей кім үшін жақсы? It is a fantastic place for children and their families. Деп жауап берсеңіздер болады. Now it says 5 match words 1 to 10 with pictures A to G. Яғни сіздер мына бірінші бағанда тұрған сөздер мен суреттерді сәйкестендіруіміз қажет. Let's match. Сәйкестендірейік. The first is studio. The second, airport. A. Disco. J. The fourth, cinema. F. Park. D. Hotel. G. Shop. I. Restaurant. C. Museum. H. Cafe. E деп сәйкестендірсеңіздер болады. Осымен workbook'тан 22-ші беттегі жаттығуларды орындап болдық. Егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, goodbye, children.